Ақылды болуға жетелейтін 3 негізгі жол бар. Бірінші, ойлану арқылы. Ең дұрыс жол. Адам әр ісін саралап, ой елегінен өткізсе, қателіктен сабақ алады. Өзіне сұрақ қою, талдау жасау нағыз ақылдының белгісі. Неге бұлай болды? Қалай дұрысырақ істеуге болады деген сұрақтар адамды өсіреді. Екінші, еліктеу арқылы. Ең жеңіл жол. Ақылды адамдардың ісін бақылап, соларға ұқсауға тырысу, дамудың жылдам жолы. Жақсы орта, дұрыс үлгі, адамның мінезін қалыптастырады. Үшінші, қателік арқылы. Ең ауыр жол. Өмірде әр адам қателеседі, бірақ сол қателіктен сабақ алмаса, ол қайталана береді. Қиындық пен қателік ең қатал ұстаз, бірақ ең тиімдісі. Ақылды адам болу туа біткен қасиет емес. Ол күнделікті үйрену, бақылау және тәжірибе арқылы қалыптасатын қасиет. Өмірді қайта бастасам, шалынған жерді баспасем. Қолдағы барды шашпасем. Ниетін бірден білгенде жаманға есік ашпасем. Қадірімді білмес жамандармен кездескен күні қоштасып, келерін қайта тоспасем. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Адам боп туу анадан, айуан боп кету өзіңнен. Адам боп оңай туғанмен, адам боп қалу көп қиын. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Өзіне жетпей жатса да, қазақ біреуге ақыл бермей жүре алама. Ағайын жат болады алыс болса, жат та жақын болады таныс болса. Дұшпан түгіл достарың табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың. Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен. Қос қолыңмен істеген ісіңе сен. Алысыңда сыйлайды жақыныңда, өзіңді өзің төменге түсірмесең. Ит мені қапты деп, оны қапсам, адамдық аузымда не қасиет қалады? Жамандық қайдан туар, тілден туар. Әркімде ақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз сен аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Арғымақты жамандап, қане тұлпар тапқаның. Ағайынды жамандап, қане туған тапқаның. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәр өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мұны өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Құдайым жолдас қылма жамандарға. Көзі тар, көңілі соқыр надандарға. Жақсылық етсең де бір, етпесең де, жақпайсың кей ақмақ адамдарға. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісімен бірге туыспау керек, туысқан соң артық сөз қуыспау керек. Сөз қуған пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Бір бала бар, атасына жете туады. Бір бала бар, атасынан өте туады. Бір бала бар, кері кете туады. Амалыңды түзет, түзелмесең, ешкімге кінә қойма. Беті жаманның айнаға өкпелеуі жөн бе? Ниеті жаманның Аллаға өкпелеуі жөн бе? Сынағысы келген кісіге мін көп. Өкпелегісі келген кісіге себеп көп. Заманауи мінез
Қазір орынсыз момын болуға да, орынсыз пысық болуға да, орынсыз ақылды болуға да болмайды. Сөздің өзінде кінә жоқ, мәселе айтушыда. Біреу оны мұзға аунатып жеткізеді, біреу тұзға аунатып жеткізеді, енді біреу жүрегінің жылуына бөлеп жолдайды. Өзі білмесе де, жұртқа ақыл айту қазақтың сүйген ісі. Неғұрлым керең болсаң, соғұрлым жақсы естисің. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Дос табу оңай, сақтауы қиын. Жауласу оңай, тоқтауы қиын. Сыйлағанды сыйла, иілегенді иіле, кісіні ісінен таны. Алатын кезде алға ұзып, беретін кезде артта бұғып қалатын. Алғанымен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Бүгінде жұрт аяғымен жүрмейді, аузымен жүреді. Өзіме жеткілікті өз ақылым, басымды кім сипаса, сол жақыным. Әкем бар деп мақтанба, топқа түсері жоқ болса. Балам бар деп мақтанба, жаман туған боқ болса. Ағайыным бар деп мақтанба, дос дұшпаның келгенде қара суы жоқ болса. Жаман жігіт той бұзады, жаман әйел үй бұзады. Жаманның үсті су болса, кеппестей көрер. Жаман адамға мал бітсе, кетпестей көрер. Басыңа іс түссе, жаман дос алыстап жүрер. Жақсы дос жаныңда жүрер. Жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Ажал ажарыңа да қарамайды, базарыңа да қарамайды. Қазан аттың жолында жазық та бар, ор да бар. Азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап, алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Егер осы видео саған ой салса, лайк бас, пікір жаз. Және осындай пайдалы видеолар үшін каналға тіркелуді ұмытпа.